Сәлеметсіз бе оқушы, 147 сабақ 2 амалмен орындалатын есептерді шығару. Балалар саябақта ақшаларына төменгі заттарды сатып алған болса, оларға қанша теңге қайтарды? Яғни бірінші деп қояйын, бірінші балада 1000 теңге болса, ол 80 теңгеден 2 жүгері сатып алды. Яғни 80 теңгеден 2 жүгері сатып алды. Сонда 1000-нан азайтамын 160-ты. 840 теңге болды. Екінші балада 800 теңге болды. Ол сатып алды 90 теңгеден бір йогурт деге шырын дек болмаса 90 теңгеден 3 шырын сатып алды. 800-ден азайтамын 270-ті. Сонда 0, 10-нан 7, 3, 8, 7-ден 2, 530 теңге қалды. Үшінші балада 700 теңге болды. Ол вафли 60 теңгеден 2 вафли алды. Сонда 700-ден азайтамыз 120-ны. 0, 10-нан 2, 8, бір қарыз кетті. 6-дан 1, 5, 580 теңге қалды деп жауап береміз. Жақсы. Екінші есептерді шығар. Саябаққа кіретін балалар билеті 70 теңге. Ересектер билеті одан 30 теңге қымбат. Саябаққа кіру үшін 2 ересек адам және 2 баладан тұратын отбасы қанша теңге төлеуі қажет? Яғни бұл жерде мен әуелі ересектер билетін тауып алайын. 30 теңге қымбат болса, 70 теңгеге 30 теңгені қоссақ 100 теңге болады. Бұл ересектер билеті. Ересектер билеті. Екінші, 2 ересек 3 балаға, яғни 100-ді көбейтемін 2 ересекке 70 көбейтемін 3 балаға. Сонда 200 қосылған 210, 410 теңге. Жауабы 410 теңге төленді. Яғни 410 теңге 2 ересек 3 балаға төленгені көрініп тұр. Есебінде саябақтағы күлкі бөлмесіне бір отбасы 125 теңгелік 2 ересектер билетін және 80 теңгелік 5 балалар билетіне сатып алды. Ересектер билетіне қарағанда балалар билеті қанша теңге артық төленді? Сонда бірінші деп қояйын, 2 ересек 125 теңгеден 250 теңге төленді. Екінші 5 балалар билетіне 80 теңгеден 400 теңге төленді. Яғни 400-ден 250-ді азайтсақ, 0, 5, жаңағы бір қарыз кетті. 3-тен 2, 150. Сонда жауабы ересектер билетіне қарағанда балалар билетіне 150 теңге артық төленді. Жақсы. Үшінші амалдарын баған тілінде жаз және есепте деді. 205 көбейту 3 азайту 108 көбейтілген 4. 205-ті көбейтем 3-ке. Жердегі 5-ім 15, бір ойда, жердегі 0-ім 0, ойдағымен 1, 6. Енді 108-ді көбейтемін 4-ке. 4 жердегі 8-ім бізде 32, 4 жердегі 1-ім 4. 615-тен азайтамын 432-ні. 5-тен 2, 3, 11-ден 3-ті 8, 5-тен 4, 1 болады. 183 болады. Екінші бізде 300 қосылған 124 көбейту 5, азайту 258. Бірінші көбейту амалы орындалады. 4 жердегі 5-ім 22 ойда, 10, 12 бір ойда, 5, 6, 6, 20. Яғни 300-ді 620-ға қосамын.
Так, 0, 2, 9. 920-дан азайтам 258-ді. 10-нан 8 азайтсам 2, 11-ден 5, 6, 8-ден 2, 6. Демек, 662 деген сан шықты. Жақсы. Төртінші, төмендегі өрнектерді есеп қойып, құрастырып оларды шығарыңдар. А есебінде ай көркем 107 теңге ойыншықтың 6 данасын 102 теңгелік ойыншықтан 3 данасын алды. Барлығына қанша теңге төледі? Сонда бізде 107-ге 6-ны көбейтіп, оған 102-ге 3 дананы көбейтем. Сонда бізде 642-ге қосамыз 306-ны. Сонда бізде болады 948 теңге. Яғни барлығына 948 теңге төледі. Екінші, ай көркем 107 теңгелік ойыншықтан 6 дана 102 теңгелік ойыншықтан 3 данасын алды. Қай ойыншыққа артық төледі? 107 көбейту 6, азайту 102 көбейтілген 3. 642-ден азайтам 306-ны. 12-ден 6-ны азайтсақ 6, мынау 3, 336. Яғни 107 теңгелік ойыншыққа 336 теңге артық төледі. Жақсы. Бесінші есеп. Диаграммада қиял әлемі саябағындағы аттракциондар түрі және саны туралы мәлімет берілген. Диаграмма бойынша сұрақтар құрастыр. Балалар аттракционына неше адам барды деп сұрақ қойсаң болады. Мәселен, 9 адам деп жауап берсек болады. 9 бала. Ең көп адам баратын аттракцион ол отбасылық аттракцион. Отбасылық. Сол сияқты экстремалды аттракционға шамамен неше жастағы адамдар барады. Яғни шамамен бізде мына жерде 15 жас болып тұр ғой. 15 жас. Жақсы. А есебінде диаграмма бойынша есеп құрастырып оларды шығар. Балалар аттракционы экстремалды аттракционнан жас ерекшелігі нешеге артық? Балалары 9 жасар болса, экстремалды 15 жасар балдар болса да 15-тен 9 азайтсақ 6. Яғни жас ерекшелігі 6 жас деп қойсақ болады. Алтыншы есеп, дұрыс теңдіктер шығу үшін қажетті жерлерге арифметикалық амалдармен жақшаларды қой. Әрбір теңдікке сәйкес суретті түсіндір, саябаққа демалу мәдениеті қалай түсінесің? Бізге қандай да бір амалдар қойғанда 17 сан шығу керек. Яғни 3-ке 4-ті көбейтемін. 12, 12-ге 5-ті қоссам 17 болады. Яғни бұл бізде яғни шемішке шығуға болмайды. Яғни саябақтарға ондай тірлік жасауға болмайды. Яғни мына сандарды қосып азайтқанда 9 сан шығу керек. 3-ке 7-ні көбейтемін. 21, 30-дан 21-ді азайтсам 9 болады. Яғни көпшіл орында түкіруге болмайды деген сөзді білдіреді. Одан кейін келесі 52 сан шығу керек. Ол үшін мен 5-ке 8-ді қосамын. Яғни 13 болады. Оған 4-ті көбейтетін болсам 52 болады. Яғни бұл жерде мусорды тастауға болмайды. Арнайы орындарға бар тастау керек деген сөз. Соңғы бізде 24 сан шығу үшін 20-ны 5-ке бөлетін болсам 4 болады. 4-ке 6-ны көбейтсем 24 болады. Демек, саябақтағы гүлдерді жұлуға болмайды деген белгіні көрсетіп тұр. Жақсы. 7-ші, қорапта түрлі түсті қағаздан жасалған 8 қызыл, 4 көк және 4 жасыл түсті ойыншық жатыр. Олардың арасында кем дегенде бір түсті 4 ойыншық. Яғни А есебінде кем дегенде бір түсті 4 ойыншық алу дейді. Яғни бізде қараймыз барлығына 8 түстіден 8-ден қызыл, 8 қызыл, 4 көк, 4 жасыл бар бізде. Мысалы, біз көрмей алған кезде 3 қызыл немесе 3 көк немесе
алып, одан кейін барып бір қызыл немесе бір көк, бір жасыл түсуі мүмкін. Бір кез келген түс түсуі мүмкін. Сонда біз 10 рет осылай алған кезде, яғни кем дегенде бір түсті 4 ойыншық шығуы мүмкін. Яғни қызыл шығуы мүмкін, бір соңғы қандай сан болады, соған байланысты, көк или жасыл болады. Есебінде кем дегенде бірден қызыл, көк, жасыл түсті ойыншықтар болу үшін оның ең аз дегенде қандай санын алу керек. Енді бізде бұл мүмкін жағдай болғандықтан, бірден 8 рет алғанда да қызыл болуы мүмкін. Одан кейін 4 рет алғанда да көк болуы мүмкін. Бізде енді кем дегенде бірден қызыл, көк, жасыл түсті ойыншықтар алу керек болып тұр ғой. Сосын барып соңында бір жасыл алу мүмкін. Кем дегенде сонда бізде болады 12-13 рет ойыншық алу керек. Түсінікті, жақсы, сау болыңыз.